Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен видео артында отқан бұл мен Нурик және де Black Russia проекті. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, бүгінгі видеода мен ютуб жылу рубрикасын жалғастыратын боламын, және де бұл 11-ші сериясы. Бүгінгі видеоны көбай тезірек бастаймыз. Егер де менімен бірге Black Russia ойын ойналарың келсе, осы видеоның описаниясында тұрған ссылкадан Black Russia'ны жазып, және ойынға кіргеннен кейін менің атым жазатын болсаңдар, яғни Нурик ютубер, сол кезде сіздерге 50 000 рублей беретін болады. Ойынға кірдім, сразу южныйдың вокзалынан шықтым, жаңа мен бір задание орындап едім, сондықтан маған осы Black Pass'тағы семерканы беру керек, және мен чатқа ревард деп жазып, осы семерканы қазір біз алған болатынбыз. Және де мен бұны қазір косқа ссылка ретіп жүретін боламын. Оны бірінші ссылка ретпестен бұрын мен осында ежедневный кейс ашайын деп жатырмын. Мінекей. Так, бір кейс и подвиг, анимацияны басып жүреміз да, и мінекей бізге 4 епх түсті, яғни епх достар. И мына жақтан бір задание орындалды. И қазір біз мына епхті алып жүреміз, және де дәл осы жерден біз семеркамызды шығарып алатын боламыз. Так, мінекей бізде семерка. Қазір біз былай жүрсін тексереміз, и сосын косқа ссылка ретіп жүретін боламыз. Мінекей ссылкар и косқа 800 000 рублейге кетті. И бізде алдыңғы бөлімнен қалған, яғни фаманың, яғни бұрынғы менің фамамның машинасы осы Вембансықтан деп жатырмын, яғни осы 243 айдиына 800 000 рублейге қазір сататын боламыз достар. Ойбай, 8 миллион жазылып кетті, и 1-0 өшіреміз, и 800 000 рублейге кетті достар. И продайтты басып жүреміз, және де біздің қолымызда уже 1 736 000 рублей. Дәл осы моментте мен сыртқа шықсам 100 000 рублейді маған дәл осы Иламан деген менің подписчигім беріп жатыр. Өздерің білесіңдер, бұл маған именно көп подписчиктердің арасында подарканы ең көп беретін подписчигім. Бұған әрине от души деп айтатын боламыз. И мен дәл осы Вембаны алып қойған болатым, яғни видеоға түспеген кезде достар. И мен бұған қазір селкар деп 110 айдиына 455 000 рублейге сатып жүретін боламыз достар. Мен бұны стоктай 600 000 рублейге салоннан алған болатымын. Енді білемін, минусқа кетсем де, главный бұны маған қазір сату керек болып тұр. Авторингта біраз жүріп, өзіме бір перекуп жасайын ба деген ой келді. И дәл осындай бізде аудиода мен перекуп қалып жатырмын, яғни қазір 840 000 рублейге алған болатымыз. И бізде 840 000 рублей минус. Сатып алғаннан кейін сразу багажнигін тексеретін боламыз. Мінекей достар, бізде бұл багажникте материал мен маска жатыр екен, басқа ештеңе жоқ. Сондықтан бұны қазір LK командасымен ашып алатын боламыз. И мінекей достар, біздің аудиомыз өте керемет. Былай қарап тұрсаңдар, гидравлинг, пневма, барлығы бар. И мен достар біраз үзіліс алып ойынға қайтып кірген болатымын, яғни обедке таман. И қазір дәл осы жаңа алған аудиомызды қазір сататын боламыз. Так, мінекей бірінші авторингтің, яғни буының ішіне кіріп, гидравлингті алып цех бірінші буының ішіне кіріп сатып көретін боламын. Бұл жақта адамдар болса, әрине достар, бұл жақта ешқандай адамдар жоқ екен, сондықтан мен мұнаның ішіне сатпаймын әрине. И қазір біз достар мұнаның гидравлигін қосып алайық. Мінекей әдемі болып тұрады екен жалпы гидравлигпен. Мінекей так, вот достар, осындай Ал жаңағы аудиода саттың ба десеңдер достар, мына жақта мен бір балаға Selmay Car командасымен сатып жатқан кезім, мен бұны ойлап тұрмын, 1 200 000-ға сатып қазір 400 000 рублей плюсқа кіремін деп. Бірақ қайдан білейін достар, бұның мені алдап кететін достар. Мінекей мен бұл жерде реальный комментарияға жазбай-ақ қойыңдар, толтырып неге бастың деген сияқты. И бұл жерде мен Selmay командасымен бұған жібердім, и мен сразу мынаны продайтты басқан сияқты қылып басып жүрген болатынмын достар. Мінекей бір өкініштісі достар, осы машина кетті, және 120 000 рублейім кетті достар. И бұл өте өкінішті. Мен бұған кішкене болсын қорқыту үшін фрапс естіп жазып жатырмын. Но по-любому мен бұны банға тығатын боламын. Қалай десеңдер, мен форумға жалоба тастаймын, яғни дәл осы фрапсым бар менде, толық фрапс бар, сондықтан бұны жіберетін боламын. И бір өкініштісі, менде уже жаңа ғана 1 миллиондай 1 миллион деппін ғой, 800 000-дай байлық болған. Ал қазір бар жоғы 692 000 рублейдай қалды достар. И алданғасын достар, мына жақтан жаңа анау берген, яғни Кола 2 деген машинаны қазір алып косқа селка ретіп жүретін боламыз. Но артын ешқандай жаба алмайды.
мен мына жақта бір осы чирокимен келісіп алған болатынмын, яғни Go-Biz NZ, яғни номерсіз маған 720 мың рублейге берші деп, бұған бистра деп 720 мыңға таста дедім, бұл тұртта 720 мыңға NZ-мен бірге тастап жіберді. Сразу қабылдадым да, дәл осы жерде маған өте жақсы болды. Бірақ достар, мынау машинаны алып кетіп жатыр ғой. Осындайларға таң қалам ше, неге алып кетеді вообще, өзін біреудің машинасын сатып алады да, сатып жүреді да, қайтадан алып кетеді достар. Рульді бермей, в общем, мінеки по-любому мен кар деп жазып выгрузи етіп жібердім. Жаңағы мен сатып алған владелесі уже қашып жатыр. Қайтадан осы чирокиді шығарып алатын боламыз. Мінеки достар, уже шығарып алдық. Мен бұны 720 мың рублейға перекупқа емес, өзімнің фамама алған болатын достар. Бұл фамаға неге алды десеңдер, уже жабылып қалды ма десеңдер достар, фаманы қайтып ашайын деп жатырмын, яғни бәрін жаңадан бастаймыз, квартира, дом, яғни барлығын қайтадан алатын боламыз. Мына жақта маған домға ақша керек болғасын, 100 мың рублейдан осы Диламан деген подписчигім берген болатын. Бұған әрине рукасын алып қоюды ұмытпаймыз. Мінеки так, бұның рукасы көрінбей жатыр, яғни ID достар. Қазір қайтадан хей командасымен бұның ID-ін жазу арқылы рукасын алып аламыз. Егер Еламан сен бүгінгі видеоны көріп отырсаң, саған үлкен рахмет. Екінші біздің дәл осы жерде жап-жаңа мен көрген подписчигім, яғни бұл Хан Динести фамасын баласы. Мына жақта мен оған трейд лақтырсам, бұлай 50 мың рублей бере салды достар. Бұған да үлкен рахмет. Осылайша бүгінгі видео аяқталды. Егер сендерге осы видео ұнаған болса, арнаға тіркелуді ұмытып кетпеңдер. Бүгінгі видеода мен дейтін прям барлық заттарымды істеу арқылы скамға алданып қалған болатынмын. Яғни өзімнің машинамды саттым және семерканың косқа селкар етіп, сол бір аудиді алып достар, соның кесірінен бір талай ақша минусқа кетіп қалдым достар. Осылайша бүгінгі видео аяқталды. Ұнаған болса әрине лайктарыңды басып кетіңдер. Ал сендермен болған мен Нурик, бәріңізге пока-пока, чао.